Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанерге бүгін бестің шайына арналған тез дайындалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды шағып, шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып, омлет жасап аламыз. Дайын болған омлетімізді жақсылап ұзынша қылып турап аламыз. Кейін қиярымызды да дәл солай турап аламыз. Өзіңізге ұнайтын колбасаны қосамыз. Және піскен етіңіз болса, оны да қосыңыз. Татымына қарай тұз, майонез қосамыз. 40 қабат капустасын қосамыз. Укроп қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің бестің шайына арналған тез әрі өте жеңіл салатымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерге.